Қайырлы таң қазақ елі, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін және де жақсы жаңалықтарға толы болсын. Тек бүгінгі күндеріңіз емес, бүкіл өмірлеріңіз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Мен таңертең міндетті түрде осындай сториспен бастаймын. Егер басқаша бастасам, маған роднойлар деп айтамын, мен өзімнің оқырмандарым ұрсады. Сен бүгін қайырлы таң қазақ елін айтпадың, ерте тұрған еркектің мақалды айтпадың деп. Былайша айтқан кезде осы сөздердің барлығын жаттап алған. Бұның барлығы қазақша контент, қазақ тілі. Қазақша ойлап, қазақша сөйлеп, тек қазақ тілінде креативті дүниелерді ұсынуға болады. Қазақ тілі қазіргі жастар тілі. Бұл блогер Жансерік Қадырбаевтың ұстанымы. Дәл осы ой Жансеріктің кезінде T-Jokers командасын құрып, елімізде ең алғашқы қазақ тілді вайндар түсіруіне түрткі болды. Негізі біз вайндарды, жалпы осы блогты орыс тілінде бастағанбыз. Алғаш орыс тілінде бастап, енді біз осыдан 6 жыл бұрын бастадық та, алғашқы блогерлер, алғашқы вайнерлер орыс тілінде түсіргендіктен біз ойладық, егер қазақша рынокқа кіретін болсақ, біз өтпей қаламыз. Себебі қазақша вайндарды қарайтын адамдар жоқ деп ойладық. Бірақ бір уақытта өзіміздің жеке парақшаларымызда, яғни бізде бір басты парақша болатын, T-Jokers деген, содан кейін жеке парақшаларымыз болатын. Жеке парақшада әркім өзінің өмірін салып отырады. Сөйтіп жеке парақшаларымызда қазақша түсіріп бастадық. Жаңағы сторис болсын, пост болсын, барлығына қазақша түсіріп бастап еді. Содан кейін халықтан кері байланыс өте керемет келді. Біз одан кейін түсіндік, қазақша аудитория бар. Салт дәстүрге деген құрмет, қазақ тіліне деген махаббат, креативті көзқарас, тың идеялардың арқасында Жансерік бүгінде ең табысты жастардың біріне айналып отыр. Бүгінде ол бірнеше кәсіпті дөңгелетіп отырған блогер, мамандығы бойынша журналист, республикалық арнаның тележүргізушісі. Одан бөлек Жансерік қазақ тіліндегі тырнақалды кітабын жарыққа шығармақ. Кітап жаздық, қазақша, өзімнің оқырмандарының арасынан. Әлі ресми түрде шыққан жоқ, соның өзінде предзаказ дейді ғой, алдын ала тапсырыс берудің өзінде 5000 кітап бұлай өтіп кетті енді. Бұл менің ойларым. Неше түрлі әңгімелер жазылған, қайырымдылық тақырыптары, жалпы арманға жету, жалпы армандар орындалады деген тақырыпта бір ауадан әңгімелерді алып емес, өзімнің өмірімде болған жағдайларды бір белгілі формулаға келтіріп халыққа сұндым. Жансерік үшін менің роднойларым атты кітабы жүзеге асқан жоспарларының бірі ғана. Болашақта ол қазақ тіліндегі тың дүниелерді халыққа ұсынып, қазақ тілін жастар арасында насихаттамақ ниетте. Неге бүкіл әлемнің барлығы бір тілде сөйлемейді? Ойланып қарасақ, оның барлығы бір ұйымдастырылып қойған нәрсе ғой негізі. Бізді қазақ болып туды, қазақ болып сөйлеу міндеттелді. Сондықтан да әрбір қазақ енді қазақ тілін насихаттамаса да, тым болмаса сөйлеп жүрсе, оның өзі үлкен бір қосып жатқан үлесі деп білем. Қысқасы, Жансерік қазақша сөйлейік, өзгерісті өзімізден бастайық дейді. Қазақ тілі сан жағынан әлем тілдері ішінде 70-ші орында, түркі тілдерінің арасында 4-ші тұрған, ал тіл байлығы жағынан 3-ші орында алатын, түркілік болмысының сақталуы жағынан келгенде ең бірінші тұрған тіл. Сондықтан қазақ тілін күллі әлемге танытайық.